Әйел көліктің педальдарын шатастырып алып, күйеуін басып кетті. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. 69 жастағы зейнеткер өзін нашар сезінуіне байланысты көліктен шығып, темір тұлпардың алдына құлаған. 13 мамырда Красноярск өлкесінде әйел өзінің Nissan Tiida көлігінің педальдарын шатастырып алып, жұбайын басып кетті деп жазады Закон.kz. 69 жастағы зейнеткер өзін нашар сезінуіне байланысты көліктен шығып, темір тұлпардың алдына құлаған. Оның рөлдегі 63 жастағы әйелі бірден көмекке жүгірген. Алайда абыр-сабыр сәтте ол көлікті тұрақты тежегішке қоюды ұмытып кетіп, нәтижесінде көлік жылжи бастаған. Оны тоқтатуға тырысып, рөлге отырған әйел педальдарды шатастырып, жұбайын басып кеткен. Ер адам дәрігерлер келгенге дейін қайтыс болды. ЖПК инспекторлары әйелді тергеді. Мас күйі анықталмады. Қазіргі уақытта полицейлер болған оқиғаның мән-жайын жан-жақты зерттеп жатыр.